Привет, как дела? Бүгін күшті концертте выступать етіп, телеграмға кружок жазуды ұмытып кеттім, қазір есіме түсті, неге тым түсірмегенмін деп. Бірақ ертең ба бұйырса фотомен қалай болғанын саламын, өлең айтып жатқанның бәрі. Сосын сұрайын дегенмін, андайды қалай жасайды. Андай әр видеоның астына комментарий жазылатындай чатта қалай, соны қалай жасайды. Менде бар еді баяғыда, ұмытып қалдым. Нұрдәулет істеп алыпты да сондай. Мен де істеп қояйын дегенмін. Сендерге күшті бір нәрсе айтып берейін ба? Бірақ сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма? Бүгін Джейлон қолына қол ұстады ғой. Nice to meet you деді. О дедім. Бірақ видеоға түсіретін момент болмады да ол жерде. Бірақ суретке түсіп алдық. Ертең саған бұйырса. Сенбейсіңдер ғой сендер, бірақ маған. Мына қолмен ұстады ғой міне. Ассалаумағалейкум деп болмау. Ұят болды. Чатты қалай ашады жазыңдаршы, соған бұл ютубқа кіріп көрмей-ақ қояйын. Как открыть чат в телеграме канале деп жазыңдаршы деп қоямын, бірақ сендер жаза алмайсыңдар ғой. Оны жазу үшін чат керек, бірінші. Чатты ашу үшін оны сендер маған айту керексіңдер қалай ашатынын. Так, не істесек болады? Ютубқа кеттім онда мен. Қазір аштым, көріңдерші. Нормально ма? Істеп тұр ма? Бұндай түсірмейміз ғой біз видео жеңгелердің орнына. Техника деген жоқпыз ғой. Технология деген видеодағыдай болып тұр ғой мынау. Әкетіңдер енді. Жақсы жазып жатыр. О, мен төбеден келіп жатыр. Хорошо, вы как дейді? Хорошо? Ты как? Енді ешкімге жазбаймын деп шештім. Өзім өмірде бірінші рет жазбаймын бір қызға. Привет, как дела деп. Оны да көріп көрдіңдер ғой. Үркітіп қойдыңдар ғой, үркітіп. Уже мені көшеде Садрадин емес, привет, как дела деп танып жатыр ғой адамдар. Не қылыңдар. Негізі соны монтажда алып тастаса да болатын еді ғой негізі, Нурикше. Сақ болғанда соны. Жарайды. Прикинь, Нұрдәулетте уже 54 мың подписчик болып кетіпті телеграмда. Менде 53 мың. Неге? Зато мен твичімда 30 мың подписчик бар. Қазір сәл күте тұрыңдар, аба қоя алмай жатырмын. Бүкіл фотом қойып шыққан соң. Бірақ екеуінен маған салса, маған по-любому Дуа Липа ұнайды. Несін жасырамын. Просто алдындары Дженни ұнайды деген қырсығып істедім да оған же. Жігітімен үйленіп жатқанға типа қырсығып Дженни деген ба, бірақ түсінбеді ғой. Бірақ Дженни де жақсы, оны жаман демеймін, жақсы. Онымен де бақытты күндеріміз болды. Алғашқы махаббат деген ыстық болады да адамға. Ана видео бар ғой. Бітімсе жігітім бар дейді. Бірақ опроста Дженни ұтып келе жатыр 75%-пен. Дуа Липада 25%. Просто ойласаңдар, ертең Дуа Липа үлкен ғой, өзі ірі да. Бала-шаға үлкен болады да, батыр болады. Дженнидің Дженнидің ана видеосын білесіңдер ғой? Концертте тұрып бүйтіп қашан. Ол видеоны көрсем, Дженни деп қалам өзімде. Давайте қайырлы түн, ұйықтайық. Ертең ерте тұру керек екен. Ұйқым келмей жатыр просто. Пока. Привет, как дела?